Қайырлы күн, құрметті телекөрермен. Каспия Ньюс телеарнасының жаңалықтар қызметі бөлімі аптаны қорытындылайды. Солтүстік Каспия жобасының мүлде тоқтап қалуы туралы әңгіме қаншалықты шындыққа жанасады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері Ембімұнайгаз компаниясына неге шүйлікті? Автогазға деген сұраныстың артуы, 2 күнгі жаңбырдан соң үйлері мен көшелері суға кетіп, тіпті көліктері зардап шегіп көмек сұраған және апатты үйден жаңа пәтерге көшіп көз жасына ерік бергендер туралы толығырақ алдағы жарты сағат ішінде айтпақпыз. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Жанар Низамуддинова. Мұнайгаз кен орындарын игеру кезінде оның қауіпсіздігі қашанда бірінші орында тұратындығы белгілі. Жауапкершілік деген ұғымға жүре қарайтын бірлі жарым мекеме болмаса, әдетте алпауыттар бұл жағынан кемшілік жібермеуге тырысады. Дегенмен олардың қызметін тексеруге қауқары жететін мекемелердің кейде күтпеген мәлімдеме жасап жұртты шулататыны бар. Мысалы, осы аптада Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының Ембімұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты бірнеше кен орнының жұмысын тоқтату туралы шешім шығарғаны белгілі болды. Сотқа талап арызды Төтенше жағдай министрлігінің заңгерлері беріп, қауіпті саналатын өндіріс орындарын және кейбір техникалық құрылғыларды пайдалануды тоқтатуды талап еткен. Оған биыл мамыр айында Атырау облыстық Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері жасаған тексеріс қорытындысы себеп болыпты. Мамандар Ембімұнайгаз акционерлік қоғамына тиесілі кен орындарын тексеріп, қауіпсіздік жағынан біраз кемшілікті анықтаған көрінеді. Мысалы, Балғынбаев кен орнында бу қазандығының техникалық жағдайын анықтау мақсатында сараптама жасалмаған. Оны пайдалану мерзімі өтіп кеткен дейді департамент өкілдері. Сондай-ақ мекеме Забурун кен орнындағы техникалық құрылғылар мен өндірістік ғимараттарды зерттеп, диагностика жасау туралы ұсынысты да орындамаған. Ботақан кен орнындағы резервуарлар герметизация және техникалық жараптылық талабына мүлде сәйкес болмай шыққан. Бірақ компанияның баспасөз қызметі бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтып, ресми түсінік берді. Онда Атырау облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің тексеру қорытындысы бойынша 2 цистерна мен 1 бу қазандығының тоқтатылуы Забурун мен Ботақан кен алаңдарындағы өндіріс жұмыстарына әсері жоқ делінген. Ембімұнайгаз акционерлік қоғамының мұнай өндіру мен тапсыру жұмысы бекітілген жоспарға сай жүріп жатыр. Сонымен қатар Ембімұнайгаз акционерлік қоғамының барлық қондырғылары мен жабдықтарының тозу деңгейін анықтау, жөндеу және жаңаға алмастыру мақсатында дефектоскопия, диагностика жұмыстары бекітілген жоспар бойынша жасалып жатқанын хабарлаймыз. Ал Забурун және Ботақан кен алаңындағы нөмірі 3 және 4 тозған резервуарды істен шығару туралы шешім қабылданып, оларды қолданыстағы құбыр жүйесінен ажырату, сондай-ақ демонтаж жобасына қосу жұмысы жасалған. Бұл шаруа 2024 жылдың қаңтарында аяқталуы тиіс. Және Балғынбаев кен алаңындағы бу қазандығы жаңасына биыл ауыстырылды делінген хабарламада. Әркімнің өз шындығы бар екендігі анық. Біздікі тек жеткізу ғана. Дегенмен бұл тақырыпқа әзір нүкте қойылмайтын сықылды. Өйткені репутация деген ұғым бар. Кім болса да өзінің дұрыстығын дәлелдеуге тырысады. Әзірге департамент тарапынан ешқандай қозғалыс байқалмайды. Бірақ айтары болса, уақыт бөлуге дайынбыз. Әлемдегі алып мұнай кеніштерінің бірі теңізде көмірсутегі шикізатын өндірумен айналысатын Теңізшевройлдың ел экономикасына қосып отырған үлесінің ауқымы айтпаса да белгілі. 2016 жылы ТШО серіктестері мұндағы өндірістік қуаттылықты арттыруға ықпал ететін келешек кеңею жобасы, ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасын қаржыландыру жөніндегі ақырғы шешімнің қабылданғаны туралы жарияланған еді. Іске асса, мұнай өндіру көлемі жылына 12 миллионға артады деген жоспар болды. Бірақ инвесторлар оны іске қосуға асығар емес. Басында болашақ кеңею жобасы өз уақытында, яғни 2022 жылдың соңында аяқталады деп сол кездегі энергетика министрі Нұрлан Ноғаев мәлімдеген. Бірақ одан бері бұл мерзім 4 рет кейінге шегерілді. Күні кеше Шевронның 3-ші тоқсандағы жұмысын қорытындылаған корпорация басшысы Майк Вирт келісімді уақыттың енді 2025 жылдың бірінші жарты жылдығына қалдырылғанын хабарлады. Майк Вирттің сөзінше, болашақ кеңею және ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасының жалпы құны қазір 47 миллиард ақш долларына бағаланған. Бірақ енді бұл көрсеткіш 3-5%-ға артады. Ұңғы ернеуіндегі қысымды басқару жобасы, яғни кен орнын жоғары қысымнан төмен қысымға ауыстыру 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында басталмақ. Сондай-ақ, алдағы жылы теңіз кен орнынан мұнай өндіру көлемі 2023 жылмен салыстырғанда тәулігіне 50 мың баррельге дейін азаяды. Бұған теңізде ауқымды 2 күрделі жұмыстың жүруі себеп. Бұдан басқа болашақ кеңею жобасын іске қосу мерзімінің кейінге қалдырылуына байланысты 2025 жылы теңізден түсетін таза пайда әдеттегіден 2 миллиард долларға кем болмақ.
Атырау, Маңғыстау аймағы үшін маңызды саналатын солтүстік Каспий жобасына қатысты да шу шығып қалып жүр. Әсіресе биылғы наурыздан бері NCOC компаниясы мен қазақ билігінің арасында келіспеушілік бар. Тіпті жақында Bloomberg ақпараттық сайты қашағандағы өндірістің 1 қарашадан бастап мүлде тоқтауы мүмкін екендігін мәлімдеді. Бірақ NCOC компаниясының баспасөз қызметі күні кеше ресми ақпарат таратып, онда солтүстік Каспий жобасы операторының Қазақстан Республикасының қолданыстағы экологиялық заңнамасын басшылыққа ала отырып жұмыс жасайтындығын, яғни компанияның қазіргі кезде экологиялық рұқсатты алып, өндірістік процестік бәз-баяғы қалпында жүріп жатқандығы айтылған. Қашаған кен орнының инвесторы мен Қазақстан арасындағы экологиялық дау-жанжалға қатысты үкімет басшысы Әлихан Смайылов та пікір білдірді. Коммерциялық дауларға келер болсақ, жоба бойынша тараптар арасында келіспеушілік болуы мүмкін. Бұл қалыпты тәжірибе. Сондықтан жағдайды ушықтырудың және саясиландырудың қажеті жоқ. Біз Қазақстанның мүддесін қорғаймыз, деді ол мәжілістің жалпы отырысынан шыққаннан кейін. Біз қандай жағдай болса да дайынбыз. Дегенмен бұл мәселені арадағы татулықты бұзбай шешуге ниетті екеніміз анық. Инвестициялық климатты сақтауымыз керек. Бұған NCOC компаниясы да мүдделі. Қазір біз келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жақын күндері мәселе толық шешіліп, мерзімге қатысты нүкте қойылады деп ойлаймын. Естеріңізге түсіре кетейік, Якутиядағы жанжал NCOC-ді 2,3 триллион теңге экологиялық айыппұл төлеуге мәжбүрлемек болып жүрген экология министрлігінің іс-әрекетінен шықты. Экологтардың мұндай қадамға баруына мұнай алпауытының күкіртті ашық аспан астында өте көп мөлшерде сақтауы себеп болыпты. Ақырында компания сот шешімі бойынша айыппұлдың айтарлықтай бөлігін төлемейтін болған еді. Алайда мемлекеттік орган сот шешімімен келіспей, апелляциялық шағым түсірді. Жанар жағармайы үшін көп ақша шығындағысы келмей, көлігін автогазға ауыстырған жүргізушілер үшін алдағы жылдың жақсы болмайтын түрі бар. Өйткені сұйытылған отынға деген сұраныс артқанмен, соңғы 3 жылдан бері өндіріс көлемі азайып барады. 2019 жылы 3,2 миллион тонна өндірілсе, былтыр бұл көрсеткіш 2,9 миллион тоннаға жетті. Сондықтан баға көтерілуі мүмкін. В целом по Казахстане действует диапазон где-то порядка от 50. Автогаздың өзіндік құны негізі литріне 110 теңге. Қазір біздің нарықта ол 50-70 теңге аралығында. Болашақта сұйытылған газдың литрін 110 теңгеге дейін көтереміз. Бірақ бірден емес, баға кезең-кезеңмен өседі. Қазмұнайгаз айтарлықтай ауқымды инвестиция салып жатыр. Атап айтқанда, Қазақ газ өңдеу зауытында жаңа қондырғылар салынып жатыр. Бұл да ішкі бағаға әсер етеді. Осы жерде сарапшылар теңіз кенішіне қарап қол жаюдан пайда жоқ екендігін айтады. Өйткені полипропилен шығаратын іргедегі KPI зауыты өндіріске қажетті пропанды осы Теңізшевройлдан нарықтағы бағадан 2-2,5 есе артық көтерме бағамен сатып алып отыр. Сондықтан енді көліктерге метан газын құю қажет. Себебі газдың бұл түрінің басқалармен салыстырғанда экологияға зияны аз, дейді олар. Айтуға оңай болғанымен бұл жерде де мәселе бар. Елдегі табиғи газдың қоры шектеулі. Мұнайгаз тақырыбын қоя тұрып, әлеуметтік мәселелерге қарай ойыссақ, қазанның соңында 2 күн бойы жауған жауын тұрғындарды коммуналдық қызметкерлерді әбігерге әбден салды десе болады. Үйдің де көшенің де суға кетіп жатқанын айтып, тиісті орындарға бұл күні 1000-ға жуық тұрғын хабарласқан. Әлеуметтік желіден көпшілігінің көмектің келмегеніне, дер кезінде жетпегеніне ренжулі екендігін көреміз. Дегенмен күні-түні белшеспестен жүрген жұмысшыларға алғыс жаудырғандар да жоқ емес. Бұл жерде екі тарапты да түсінуге болады. Бірі үйім суға кетеме деп уайым қылса, бірі шақыруға тез жетіп көмек көрсеткісі келгенмен қол қысқалықтан жетпей жатқан жайы бар. Өйткені қала ішін судан тазалаған көлік саны 10 шақты ғана. Онда да кейбірін әкімдік кәсіпкерлерден сұрап алыпты. Олар болса ең бірінші кезекте орталық көшелерді судан тазартты. Осы жерде жол салғанда жаңбырдың да жауатынын ескермеген жолшыларға және олардың жұмысын қабылдап алған жергілікті әкімдік қызметкерлерінің ісіне қарның ашады. Әсіресе соңғыларының іс-әрекетіне қатысты сауал көп, ал оның зардабын тартатын халық, қала берді коммуналдық қызмет. Олар 27 қазаннан бері қаладан 12200 текше метр жаңбыр суын шығарған. Біз жүргізушілеріміз 2 ауысыммен жұмыс атқарып жатыр, күндізде түнде де атқарып жатыр. Енді шаршайды. Оларда адам, міне бүгін 3-ші күн бастап жатырмыз, бұл жұмыс атқарылып жатыр. Бірінші күні 6000 текше метр шығарсақ, су жаңбырдың суын қаланың сыртына. Кеше 2000 текше метр шығардық. Бүгін әлі жұмыстар сол жалғасып жатыр. Тақырыпты жалғастырсақ, жаңбыр суынан көлік жүргізушілер де зардап шекті. Жол бойындағы шұңғырға түсіп кетіп, көліктері бүлінді. Дөңгелек артқа итіп қалған. Крыло ішке кіріп кеткен.
астында не болып жатқанын білмейміз. Біреуі рейка там. Мотордың майы сияқты бар ғой. Поддон кетіп қалған. В общем, арбаттың бойы ғой. Атырауда бір емес 3 көлік вокзал маңы ықшам ауданындағы Саламат Мұқашев көшесінің бойындағы жолдағы шұңқырға түсіп бүлінді. Көліктердің дөңгелектері жарылып, кузовқа айтарлықтай зақым келген. Оқиға қазанның 28-нен 29-на қараған түні болды. Әнуарбек Мергенов жұбайым бәз біреулердің салғырттығынан жапа шекті дейді. Қазылған шұңқыр топырақпен толтырылған, ол жаңбырдан соң отырып, үлкен ойық пайда болған. Ни знаков нету. Ешқандай ескерту белгісі қойылмаған. Бұл аумақты осы шұңқырға 3-ші машина түсіп кеткеннен кейін өздерінің жұмысы болмаса да полиция қызметкерлері қоршап қойды. Сырттай қарағанда машинаны жөндеуге кететін қаржы жоқ дегенде 500 мың теңге. Мамандар қарағаннан кейін бұл сан көбеймесе азаймайтыны анық. Көлік жүргізушілері жөндеу жасалған аумақтың қоршалмағанын айтады. Соның салдарынан шығынға батып, таксимен қатынап жүрмін дейді зардап шеккендердің бірі Қарлығаш Мурсалимова. Я просто вечером возвращалась домой. Сол күні түнде жол дұрыс көрінбеді, шұңқырда су басып қалған. Жер құрғақ болса бәрін байқауға болатын еді. Мұның мән жайын анықтау керек, немкетті қарап отыра беруге болмайды ғой. Мысалы, орталық көшелерде люк ашық тұрса ескерту белгісін қояды. Ал бізде ықшам ауданда ондайды көрмейміз. Шығынымды кінәлілер өтеп берсін, себебі қосалқы бөлшектер арзан емес. Асфальттың бұл бөлігін Атырау жарық қызметкерлері қазыпты. Жер астындағы кабельді жөндеген олар сол күні жаңбыр жауып кеткендіктен қазылған жерге топырақ төгіп, арнайы лентамен қоршап қойдық дейді. 27 күні кеште жаңбыр болып жатырды, жасап кеттік. Қоршауын салып, лентасын тартып кеттік. Енді жаңбыр болған соң, о жерде қайтадан асфальттауға ие болмаса үстін қиып кетуге мүмкіншілік болмайды. Таң қалыпта өзім барып, өзімен көріп кеттім, тұрды. Ана жерде енді освещениесі бәрі жарқырап тұр, көрініп тұр. Енді оны сол уақиға болардың алдында біреу майыстырып кеттім, алып кеттім, енді ол белгісіз. Сотқа беріп, сот бәрін анықтайтын болса, оны жауапкершіліктен ешкім қашпайды ғой. Енді бірақ водительдерді өздерді көру керек деп есептеймін енді. Бірақ енді сотқа береді, әрине өзінің құқысы бар ғой. Қалалық әкімдіктегілер Атырау жарық мекемесі барлық жұмысты рұқсат алып, заңдылыққа сәйкес жасады деп отыр. Қазан айының 24 күні Атырау жарық мекемесі біздің бөлімнен келіп, жер қазу жұмыстарына рұқсатын алды. Біздер рұқсатын бердік. 27 күні ол жерде жердің астында жүріп жатқан линиядан обрыв болған екен. Ордерді 24 қазан күні бердік. Жалпы ордерді біздер бір айға береміз. Бір айға бердік. Ол жерде бір ай жұмыстар, қазу жұмыстарына. Сондықтан қазіргі таңда Атырау жарықтың хабарласты, ол жерлерді болған обрывты қалыпқа келтірген. Атырау жарық басшыларының сөзінше сол асфальттың астындағы кабель 62 заңды тұлға мен 800 пәтерді жарықпен қамтамасыз етіп отыр. Сондықтан тұрғындарды жарықсыз қалдырмау үшін қолдан келгенді жасаған көрінеді. Ал заңгерлер мұндай жағдайда көлік жүргізушілерінің сотта жеңіп шығатын мүмкіншілігі жоғары дейді. Жалпы көп кездесетін жағдайда Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 614 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Хаттама толтырады, қаулы шығарады, айыппұл салады, содан кейін уже келтірген залал бойынша акт жасайды, акт оценки толық. Содан кейін сол акт оценки бойынша сотқа беріп ақшаны өндіреді, келтірген залалды өндіруге болады. Заңгердің айтуынша, мұндай жағдайда көлік жүргізушілері ең алдымен полиция қызметкерлерін шақырып, жол көлік оқиғасының қалай болғаны туралы хаттама толтырылуы қажет. Осы аптада бірнеше атыраулық қоныс тойын тойлады. Қаладағы Стаханов көшесі бойындағы 3-ші ай тұрғындарына жаңа баспана берілді. Оларға су жаңа пәтер кілтін Атырау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Рафқат Жолдиев тапсырып, қоныс тоймен құттықтады. Жолдиевтің сөзінше пәтерлер қалалық бюджет есебінен сатып алынған. Енді жыл соңына дейін тағы 42 адам су жаңа баспанаға көшіріледі деп қосты ол. Қазіргі кезде Атырау қаласында апатты жағдайда тұрған 82 тұрғын үй бар. Олардың тұрғындары жоспар бойынша біртіндеп көшірілмек. Ғалымдарға сенсек, алдағы 10 жылда Каспий теңізінің деңгейі 3-4 метрге тағы төмендейді. 2008 жылы теңіз суы бетінің ауданы 114 мыңға жуық шақырым болса, биыл бұл сан 105.745-ті көрсетті. Қайтпек керек. 2006 жылы 12 тамызда Каспийдің жағасындағы 5 мемлекет
Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Ресей және Түркменстан теңізді қорғау жөніндегі конвенцияға қол қойды. Ондағы мақсат Каспий теңізін және оның биологиялық ресурсын қорғау, сақтау, қалпына келтіру, тиімді пайдалану еді. Бірақ іс-шара кездесу, жағалауды тазарту секілді жұмыспен шектеліп, экологиялық тұрғыдан келгенде саусақ қимылдатпай отырмыз. Осы олқылықтың орны жуықта толатын секілді. Елімізде Каспий теңізін зерттейтін ғылыми институт құрылмақ. Мұны республикадағы су ресурстары және ирригация министрлігінің өкілдері айтты. К сожалению, не ведется государственный мониторинг окружающей среды Каспийского моря. Өкінішке қарай қазіргі таңда мемлекет тарапынан Каспий теңізіне мониторинг жасалмайды. Ал ашылатын институт осы мәселемен айналысатын болады. Мұнда теңіз акваториясының ластануы, су маржандарының түрлілігі, итбалықтардың жаппай қырылуы және өзге де өзекті деген мәселелер зерттеледі. Маңғыстаулық экологтар мұндай институттың құрылуын көп күтті, бірақ қазір басты мәселе мекеменің қашан ашылып іске кірісетіндігінде. Сарапшылардың сөзінше алда білікті мамандарды даярлау қажеттілігі тұр. Жобаға республикалық бюджеттен 300 миллион теңгеге жуық қаражат қаралған. Министрлік институт мамандары жасайтын зерттеу жұмысы Каспий жағасындағы өзге де елдердің ғалымдарымен бірлесе жүргізу керектігін айтады. Өйткені су қоймасының тағдыры бес елді де алаңдатпай қоймайды. Айтпақшы, бізден басқа 4 мемлекетте ғылыми зерттеу институты әлдеқашан ашылған. Ештен кеш жақсы. Ең бастысы, проблеманы шешуге деген алғашқы қадамның жасалғанының өзі неге тұрады. Осы жексенбіде елде аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерінің сайлауы өтеді. 17 облыстың мәслихаттары пилоттық режимде сайлау өтетін аудан қалалардың тізімін бекітіп берген еді. Соның екеуі бізде 5 қараша күні Исатай мен Қызылқоға аудандарының халқы ел үшін жатпай тұрмай жұмыс жасап, жағдайымызды одан әрі жақсартады деген кандидаттарға дауыс беріп, көңіліне жаққан басшыны тікелей сайлайды. Қазір дайындық, маңызды саяси науқан алдындағы қарбалас. Бұл күні Қызылқоға ауданындағы 18.600-ден астам тұрғын 3 кандидатқа дауыс бере алады. Қазіргі таңда учаскелерге кабиналар қойылып, комиссия мүшелерінің бақылаушылардың орындары белгіленген. Мүгедектігі бар сайлаушылар үшін де бар жағдай жасалған. Сайлауға түсетін кандидаттардың біреуі Аманат партиясынан, екеуі өзін өзі ұсынушы. Үгіт насихат жұмыстарын жүргізу үшін аудан бойынша 10 орын белгіленіп, 30 билборд ілінген. 5 қараша күні ауданда 19 сайлау учаскесі, 124 комиссия мүшесі жұмыс істейді. Саяси науқанға Исатай аудандық аумақтық сайлау комиссиясы да тыңғылықты дайын отыр. Мұнда да 3 кандидат тіркеліпті. Бірі өзін өзі ұсынса, қалған екеуі Аманат және Қазақстан халық партиясы қоғамдық бірлестігінің атынан. Қазір олар сайлауалды үгіт насихат жұмысымен айналысып жүр. Сол бағытта біздің облыста күні бүгін белгілі болғандай 11 қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері аккредиттеуден өтіп сайлауды байқауға дайын. Әлі де аккредиттеу жалғасуда. Сайлау науқанына қатысуға шақыру мақсатында сонымен қатар шағын бейне роликтерді ұйымдастырылуда. Күні бүгін 15 сайлау учаскесі толықтай материалдық техникалық жағдай жабдықталған. Сайлаушыларды қабылдауға дайын, шақыру қағаздарын таратылды. Елімізде аудан әкімдері мен облыстық маңызы бар қала әкімдерін сайлау пилоттық жоба ретінде жүзеге асуда. Сайлаудың қалай өткендігі, оның қорытындысы туралы бағдарламаның алдағы шығарылымында айтамыз. Біздің тілшілеріміздің апта сайын белгілі бір тақырыпты барынша зерттеп, сан тараптың пікірін біліп, арнайы репортаж дайындайтындығы белгілі. Бұл жолы тілшіміз Бибігүл Таңатарова кезінде салтанаты асып, мейманастасқан Алтын Орда астанасы Сарайшық туралы материал әзірледі. Бұл тақырып сан айтылып, қозғалып жүр ғой дерсіз, бірақ осы жолы басқа қырынан ескі Сарайшықтың жаңа тынысы туралы репортажды бірге көрейік. Бір кездегі Ұлы Жібек жолындағы кіндік қала болған, кейін Қазақ Ордасының астанасы атанған Сарайшықтың маңы қайтадан адамдарға толып, туристер мен облыс меймандарының сүйікті орнына айналады. Сарайшық қалашығын ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру қажет. Бұл бастама бүгін Елордада өткен ғылыми тәжірибелік конференцияда көтерілді. Атырау іргесіндегі көне қала Сарайшық туристер тоқтайтын заманауи орталыққа айналады. 7 ғасырлық тарихы бар 15 ғасырда Қазақ хандығының астанасы болған Сарайшық туристерге қызмет ететін болады. Бұл орын туристер мекені болары сөзсіз.
Сарайшықты келушілердің таңдайын қақтыратын туризм орталығына айналдырмақ болғанымызға бірнеше жылдың жүзі болды. Тасын түртсең тарихы сөйлей жөнелетін ежелгі қалашықты аспан асты музей, туристер ағылып келетін мекен қыламыз деп жар салдық. Талай зерттеу жасалып, талай дүние табылғанымен, сарайшықтың біз ойлағандай күйге жеткен кезін көрмедік. Керісінше, ескі шаһар орнында жұмыс жасау үшін біресе қаражат, біресе табиғат кедергі болды. Жазба деректер бойынша тарихы орта ғасырлардан басталған Сарайшық қаласы ғалымдардың назарын соны 18 ғасырда аударған. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін жергілікті тарихшы археологтарымыз батыстағы көне шаһарды зерттемекке кірісті. Сарайшықтың қазба жұмысы 96 жылы басталды. Оған шейін 37 жылы Арзүтіп дейтін саратовтық археолог қазған, 50 жыл Әлкей Марғұлан қазған. Сондай-ақ бір кішігірім қазба жұмысына Лев Галкин дейтін археолог қазба жұмысын жасаған. Содан кейін тоқтап, 96-тан бері басталды. Кейін мәдени мұра бағдарламасы басталған 2004 жылда Зейнолла Самашев жетелігімен басталды да, бұл тоқтап қалды. Зейнолла Самашев бастаған қазба жұмыстары 2009 жылға дейін жалғасқан еді. Кейін 8 жыл бойы сарайшықты зерттеу тұралап қалған. Сол уақытта арнасын өзгерткен жайықтың асау толқындары қалашықтың қазылған бөлігін шайып үлгерген еді. Кейін 2017 жылы Атырау облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Ноғаевтың бастамасымен 1 миллиард 600 мың теңгеге қалашықпен шектескен өзен жағасының 1,5 шақырымы нығайтылды. Тарихи мекенде біраз жұмыс атқарылды, дегенмен туристік орынға айналдыру үшін аздық еткені айдан анық. 2018 жылы Сарайшық музейіне республикалық мәртебе беріліп, Сарайшықтың екінші тынысы ашылды. Біз 23 жылы өзіміздің күшімізбен екі жерде қазба жұмыстарын жүргіздік. Орта ғасырлық тұрғын жай, қоғамдық ғимарат аштық. Басты бір жетістіктің бірі осы қазбадан орта ғасырлық монша табылды. Алғаш рет осы Атырау облысынан жаңадан күріш керуен сарайын ашуымыз деп айта аламыз. Ол күріш керуен сарайының орнында біз бастапқы зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Кейін магниттік зерттеу арқылы оның таза орта ғасырлық керуен сарайы екендігі анықталды. Биыл көне қала аумағынан сапар орталығы бой көтерді. Бұл еліміздегі 5-ші сапар орталығы. Мұндай мекеме бұған дейін Түркістан, Алматы, Шығыс Қазақстан және Ұлытау облыстарында салынған. Жаңа ғимаратпен бірге Сарайшықта басқа қырынан зерттеле бастады. Мәселен, қалашықтың қазба жұмыстарына шетелдік ғалымдар да атсалысуда. Арнайы белгілі археолог Зейнолла Самашевтың қолдауымен арнайы ғалым, археолог Пушкаревтің келуі дегіміз келеді. Пушкарев елімізде магниттік зерттеу жүргізетін белгілі ғалым. Одан басқа біз белгілі ғалым Қазақстандағы маталарды зерттеуші группамен келіссөз жұмысымыз жалғасты. Министрліктің қаражатының арқасында біздің ғалымдарымыз Москва, Санкт-Петербург қалаларында жұмыс жасады. Осы іс-сапар барысында біз 1859 жылы археологиялық комиссиядан бастауын алатын Ресей ғылым академиясы археология институтының басшылығымен келісіп, болашақта Сарайшықтағы ғылыми зерттеулерді бірге жүргізуге уағдаластық. Республикалық мәртебе алған музейге 1 жылдан кейін қазба жұмыстарын жүргізуге лицензия берілді. Қазіргі таңда Сарайшықтың 4 бөлігінде археологтар еңбек етіп жүр. Оның біреуінде елордалық Бозақ музейі 10 миллион теңгеге жуық қаржыға, тағы біріне жергілікті өлкетану музейі 50 миллион теңгеге қазба жұмыстарын жүргізуде. Ал қалған екеуін Сарайшық музейінің қызметкерлері зерттеп жүр. Мұражай директоры көне қалашықта бұрын соңды мұндай ауқымда қазба жұмысы жасалған емес дейді. Биыл Сарайшықта болмаған қазба жұмыстар жүрді ғой. Біз өзіміз екі жерде археологиялық қазба жүргіздік. Біріншісі ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржысы бойынша, екіншісі мәдениет және ақпарат министрлігі қаражаты бойынша. Екеуі де ғылыми жоба. Жоба бойынша біз 3 жылдан бері 3-ші қазба орнын қазып жатырмыз. Биыл жылы 280 шаршы метрдей жер қазылды. Ол жерден біздер 11 бөлмені таптық. Екінші қазба орнының қасында біздер 800 квадрат метр жерде алып қаздық. Бұның несі, бұл жерден бізге табылған биылғы ішіндегі ең Сарайшықта алғаш рет ангон деп аталатын жәдігер табылды.
Алайда сарайшықты қазу кезінде кездесетін қиындықта жоқ емес. Ғалымдар көне қаланың бір бөлігі су астында десе, енді бір бөлігі зираттың астында қалып отыр дейді. Ал оны қазбақ болған археологтарға жергілікті тұрғындар талай рет қарсы шығыпты. Жердің бетінде адам сүйектері жерленген. Осы сүйектер сарайшықтың жоғарғы мәдени қабатындағы ғимараттардың бәрін көбін бұзып кеткен. Қабырғалардың ортасына қиып кетеді. Сондықтан ол жерден белгілі бір бөлмелерді ашу өте қиын. Және бағанағыдай жерлеу шұңқырлары бәрін кесіп өткен. Ал енді біз одан төмен қабатымызда кішкене біршама жақсы сақталған. Дегенмен қазба жұмыстарына Махамбет ауданы мен көршілес елді мекендердің 100-ден астам тұрғыны атсалысып, ақша тауып отыр дейді музей басшысы. Қазақстандағы көне қалаларды зерттеумен айналысатын алматылық ғалым Мадияр Елеуов қазіргі археологтардың қолданып жүрген қазу әдісі дұрыс емес дейді. Сол қазбаның өзінде мысалға бір мақсатқа жұмылдырылған деп мен айта алмаймын. Өйткені бұлар жаңа төртбұрышты квадрат дейді, сол әдіспен қазып жатыр. Енді ол әлемге белгілі әдіс қой. Бірақ белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін ана құрылыстарын ашу керек. Ол ашпасаң ona не пайда? Өзің шыққан құрылысқа байланысты. Ол жерде ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Не шығады, соны сол қалпында. Ал енді жалпы қазып тастағаннан, мысалы плитка саған сияқты ол түсінік жоқ. Адамға ол зиян әкелмесе ешқандай пайдасы жоқ. Мұндағы тағы бір проблема кадр тапшылығы. Кәнігі археологтардың сөзінше жастар келгенімен кейін әлеуметтік жағдайларына байланысты басқа салаға кетіп қалады. Орта ғасырлардың ізі бар Сарайшық музейінің іргетасы 1999 жылы қаланған. Мұнда Алтын Орда тарихынан сыр шертетін 5000-нан астам жәдігер бар. Ел тарихы үшін қызмет етіп тұрған музей 24 жылда 2 рет жөнделген. Кейін сапар орталығы ашылып, жәдігерлер осы жерге көшіріліп әкелінді. Күні бүгінге дейін музей ескі ғимаратта болған. Экспонаттар орналасқан зал туристер үшін тар болғанымен, жәдігерлердің құны төмендеген емес. Мұражай қазір Мәдениет және ақпарат министрлігі арқылы республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Дегенмен ол ақша қызметкерлердің жалақысы мен музейді күтіп ұстауға бөлінеді. Музейде өтетін іс-шараларға қажетті қаржыны музей ғалымдары ғылыми еңбектері арқылы тауып отыр. Бұдан басқа біз 23 жылы үлкен ғылыми зерттеуімізді аяқтаудамыз. Үлкен ғылыми зерттеуіміз бұл орта ғасырлық сарайшыққа қатысты керуен жолдарына, керуен қалаларға, керуен сарайларға байланысты. Осы жоба аясында біз бір үлкен монография, бір үлкен кітап шығаруды жоспарлаған болатынбыз. Уәдемізге толық жетіп, 2 кітап та жақында баспадан шығады. Оның тұсаукесері сол қараша айының аяғында жасалады. Көпшілікке белгілі бүгінге дейін сарайшықтан табылған тиындардың көпшілігі оқылмаған, ғылыми айналысқа енбеген. Біз Нуизмат Петров арқылы осы сарайшықтың тиындарының барлығын тазалап, 2 бірдей үлкен мақаламызды сарайшықтың тиындарына арналған Скопус журналдарына жарияладық. Ескі ғимараттағы жәдігерлердің барлығы қазір сапар орталығының 1-ші қабатында орналастырылған. Музей қоры жаңа экспонаттармен толыққан. Керуен жолдардың торабы болған Сарайшық қаласының аты өз заманында Еуропа мен Азияда жер жарған. Бұл туралы ықылым заманда осы қаланы өз көзімен көрген жиһанкез тарихшылар да жазып кеткен. Көне қаладан табылған тиындар, қыш ыдыстар және тағы басқа жәдігерлер де Сарайшықтың ірі сауда орындарының бірі болғандығын дәлелдей түседі. Қазір хан ордалы Сарайшықтың кіре берісінде зәулім қақпа салынып жатыр. Сондай-ақ орта ғасырлық тұрғын жайда бой көтермек дейді мұражай басшысы. Бұл музей республикалық мәртебе алғаннан кейінгі жұмыстардың нәтижесі. Басшылық ескі ғимаратты да кәдеге жаратып отыр. Біз ол музейді этнографиялық музейге айналдырдық. Биыл енді сол музейді тағы да бір жаңғыртып, заман талабына сай жөндеуден өткізсек деген ойдамыз. Қазір министрлікке ұсынысымызды дайындап жатырмыз. Алда елордадағы атқа мінерлер Сарайшықты дамыту жобасын іске асыруды енді қолға ала бастады. Сонымен бірге инвестор тарту көзделіп отыр дейді жауаптылар. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Сарайшық кешен дамыту тұжырымдамасымен оны іске асыру бойынша 23-27 жылдарға арналған іс-шаралар жоспар жасақталды. Енді жалпы жоспар Сарайшық қалашын жаңғыртуға, инфрақұрылыммен көркейтуге, ғылыми жобалармен, деректермен сүйемелдеуге бағытталған шаралардан тұрады.
Заманауи техникамен толықтырылған мұражайға енді туристер де көптеп келеді деп күтілуде. Биылдың өзінде келушілердің саны былтырғыдан 12%-ға артқан. Сарайшыққа енді осы мен екінші рет келіп тұрмын. Бұдан 5 жыл бұрын бір келіп кеткенмін. Ол ана ескі мұражай жағында болғанмын. Алдар кең, экспонаттар да көп мұнда бұрынғы неге қарағанда. Және ол мезгілде түсіндіретін тарихтанушы қыздар да неде жүр ғой, бұл мезгілде мен келгенде 5 жыл бұрын. Қазір бәрі жақсы, күшті, әңгіме жоқ. Атырауға 2 күн бұрын келдім. Бұл музей туралы келінімнен естігем. Өз көзіммен көргім келді. Экскурсияны енді бастасам да қызық болып жатыр. Көржіміз, соның үшін біз қазір өз көзімде көрейік. Алтарда қандай болды, Мошеде Ноғай хандығы қандай болды, сол кездегі дүние танымы қандай болды, шетелден келген жаңағы саудагерлердің не жазып кеткенін көргендерін солар өз көзімізбен көрейік келдік. Енді ана біз ескісінде болдық. Ескісінде енді кішкене ғана енді асқыстау жасалған кішкентай екен, бірақ мына жерде мінекей. 2023 жылы музей экспонаттарын тамашалауға 17 мыңнан астам адам келсе, олардың арасында шетелдіктердің үлесі 0,5% ғана. Әдетте оларды жергілікті туристік ұйымдар алып келеді. Бұл көрсеткішті көбейту үшін атқарылатын жұмыс әлі де көп. Жасырат жоқ, қалашыққа келген адам қазір қазбаны да дұрыс түсінбейді. Қазба жасалып жатыр, оны археологтар көрінеді, мына жерде үйдің өзі, мына жерде не деген сияқты. Сондықтан жалпы қалашық туристерге тартымды болу үшін әрине ол жерде реконструкциялық жұмыстар, яғни бұрынғы енді бастап жасалды, әрине. Ол бір ғана дүние, ол енді аздық етеді, жалпы алдағы уақытта осындай кезінде қалай болған, тұрғын үйлер қалай болған, қолөнершілердің үйі қалай болған, тағы басқа деген сияқты бұл музейлік ашпанасына музейге айналдыру жұмыс жасалу керек. Туристердің назарын аударатын көне қала туралы деректерді әлі толықтыра түсу керек. Себебі музей қорықтың басты құндылығы сарайшықтың тарихы. Әсіресе шетелде қалған ескі құжаттарға қол жеткізу аса маңызды дейді ғалымдар. Менің өзімнің түйген мәселем әлі сарайшықтың жасы толған жоқ. Өйткені мәселе ол қай уақытта пайда болды. Біз оның Алтын Орда кезіндегі тарихын жақсы білеміз. Ол қала қашан пайда болды? Ол Алтын Ордаға дейін де болды ғой. Мысалға, мені ғалым ретінде, орта ғасыр маманы ретінде осы мәселе қатты толғандырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысы Атырауда өтетінін айтқан. Бүгінде бұған дайындық жұмысы басталып кетті. Мәдениет және ақпарат министрлігі облыстық әкімдікке алдағы жиынға байланысты қазба жұмыстарының ауқымын кеңейтуді ұсынған. Одан бөлек туристік тағы 2 қақпа тұрғызу жоспарланып отыр. Алайда бұл ел тарихында ойып тұрып орын алатын сарайшық үшін аз. Хан-Ордалы мекенде бір реттік жиын емес, келешек ұрпақ үшін дамытуымыз керек деп қосты ғалым. Құрылыс көп. Менің осы жерде айтпағым, мына біздің Қазақстан археологиясында бір мәселе бар. Бүкіл Қазақстанға қатысты. Ол қазылған ескерткіштерді сақтау, келешек ұрпаққа жеткізу. Бұл мәселе жөнінен біздің елде әлі біз көп елдерден қалып қойдық. Ол енді ащы шындық, бірақ шындық. Мысалға, қазір енді дәл қазір күнде мысалға сарайшық ертең құрылтайға дайын деп айтуға менің оған арымда бармайды ғалым ретінде. Өйткені көрініп тұр көзге, мысалы қанша құрылыс салыну керек. Тарих сахнасында орны ерекше сарайшықтың дамуы тек ғылым үшін емес, аймақ экономикасы үшін де аса маңызды. Себебі туризм саласы нықтап жолға қойылса, кіріс те келеді. Әрі жұмыссыздық мәселесі де біршама шешіліп, кәсіпкерлік дами түсер еді. Сарайшықты құтқаратын тарих. Туристерді көне шаһарға шақыру үшін оның құндылығын дәлелдеу керек. Бұл ретте қалашықтың инфрақұрылымы ғана емес, оны зерттеуге де аса мән беретін кез келді. Көп жылдар бойы тек ғалымдарға қажет болған сарайшық әлем назарын өзіне аударталатындай маңызға ие. Бастысы сол маңызды дүниені қағаз жүзінде емес, іс жүзінде сақтап, насихаттай алсақ, көне шаһарға қатысты осыдан бірнеше жыл берілген уәде жоспар ақыры орындалғалы тұр. Бибігүл Таңатар, Ақылбек Кертаев, Тілек Асқаров, Каспиан Ньюс, арнайы апта қорытындысы үшін. Сан ғасырлық тарихы бар сарайшықтың өзін болмаса да орын барынша қалпына келтіріп, арнайы іздеп келгендерге мақтанышпен көрсететін күн тезірек тосын деген ниетпен мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.